бір жылдың ішінде қалай жетістікке жетуге болады? Эксперимент жасап көріңіз, сіз қасыңыздағы адамдардан сұрап көріңіз. Бір жылдан кейін сіз өзіңізді қандай жетістікке жетесіз деп ойлайсыз деп сұрасаңыз, егер төмен қарап жауап беретін болса, ол адам да ешқандай бір жылдың ішінде өзгеріс болмайды. Ал адам жоғары қарап, еңсесін көтеріп жауап берсе, онда ол бір жылдың ішінде оның өмірінде өзгерістер болады. НЛП-да осындай арнайы эксперимент жасаған кезде 3 адамды жаңағы күнделікті жұмысқа келген кезде еңсесін тік көтеріп, басын көтеріп жұмыс істеуін қадағалаған. Жаңағы бір жылдан кейін ол 3 адамда да керемет өзгерістер болған, өмірінде өзгерістер, жақсы жетістіктерге жеткен. Бұның себебі неде? Адам еңсесін тік көтеріп, басын жоғары көтерген кезде, арнайы тексерістер кезінде олардың қандарында эндорфин гормоны, тестостерон гормондары жоғары болған, ал керісінше жаңағы стресс гормоны кортизол керісінше төмен түсіп кететін болған. Бұл деген не? Адамда мысалы жоғары деңгейде гормондар жоғары болғанда адамда жұмыс істеу қабілеті көп болады, ойлау қабілеті артады. Сондықтан да ең оңай, ең жеңіл жолы өзіңіздің осанкаңызға көңіл бөліңіз. Әрдайым еңсеңізді тік ұстаңыз, иығыңызды жоғары ұстаңыз, жетістікке жетіңіз.